Қара сөз дегеннің мағынасын белгілі ғалым және саясаткер Ғарифолла Есімов былай деген: Абай ойына келген нәрселерін еркін айту үшін өзі арнайы жанр ойлап тапқан. Ол сөз жанры. Ақынның қара сөздері нағыз еркін ойдың жанры. Мұнда ешқандай бір дәстүрге, тәсілге бағынушылық жоқ. Ой еркін айтылған, мазмұн өзіне лайықты форма тапқан. Көптеген философтар ойларын формаға бағындырып, немесе жүйе құрып әуре болған білеміз. Абай болса, ондай істермен айналыспаған. Өзінің айтқысы келген ойларын еркін білдірген. Қазақ тұрмысында өлім туралы өшпес ойлар қалдыру дәстүр болған. Сондықтан да Абай, бұда жақсы, өлер кезде әттеген-ай, сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге дейді. Сонда өлімнің қайғысыз болуы, ол оның мәніне жеткендік емес пе? Бұл мәселенің бір қыры. Ал екінші қыры, өлімнің қайғысыз болуы өмірдің мәнсіздігін, өткінші екендігін де мойындау емес пе? Бұл сұрақтарға жауапты адамзат баласы әрқашанда қойып келеді. Бірақ нақтылы жауап жоқ. Себебі өмір мен өлім мәнін адам баласы ешқашан шешпек емес. Бұл табиғат құпиясы. Оны адамның мойындауынан өзге еш лажы жоқ. Абай қысқа 9-шы сөзінде осы бағытта ой өрбіткен еді.